Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге bir.cbr.kz арқылы кредитный рейтингті қалай көреміз және қалай көтеруге болады. Сол туралы кішкене ақпарат бергім келіп тұр. Ол үшін bir.cbr.kz сайтына кіреміз де, ол жерде түрлі ақпараттар жазылған. Рейтингті қандай жағдайда көтеруге болады, соны өздері ұсыныс айтады, соны жасау арқылы көтеруге болады. Бұл жерде кредитный рейтингті кредитный отчетты алуға болады, кредитный историяны бірінші бетінде тіркеліп алғаннан кейін бірінші бетінде персональный кредитный отчет деп бассаңыз, өзі жолына бір рет тегін ала аласыз. Екінші рет керек болса, ол 400 теңгеден алынады. Получить ПКО деп және ары қарай полный ПКО десеңіз, кредитный отчетыңыз алынады. жылға, сол қай жылға алып тұрсыз, сол жылдағы барлық кредитный историяңыз көрінеді. Және де рейтингті көтеру үшін на физлицам деген жерге барсаңыз, Revit улучшение кредитного рейтинга деген бар. Осы Revit арқылы 3000 теңге төлеп арқылы көтеруге болады негізінде. Бірақ алдын ала ұсыныстар болады, рекомендациялары, соларды орындау керек. Просто так оны 3000 теңге төледім, рейтинг көтеріледі деген әңгіме жоқ. Көбіне рейтинг қай уақытта түсіп жатады, міне мына жерде барлығы түсінікті жазылған. Яғни сізде ломбардтар болса, микрокредиттер болса, оларды жабуға кеңес береді. 90 күннің ішінде просрочкаңыз болса, жауып барып жасаған дұрыс. Осындай ұсыныстарды жасағаннан кейін барып, кредитный рейтингіңіз көтерілмей жатса, ғана Revitті пайдалануға болады. Повысить рейтинг деп жібергеннен кейін, сізге қандай ұсыныстар, қандай жағдайда рейтингіңіз көтеріледі, сол туралы ұсыныстар шығады. Соны орындағаннан кейін барып Revitпен жіберуге болады. Сонда сіздің 3000 теңгеңіз далаға кетпей, рейтингіңіз көтерілетін болады. Видеом сіздерге пайдалы болса, осындай пайдалы ақпараттарды бірінші көру үшін подписка жасап, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.